Подвал бар, мына фундаментті қараңыздар. Менің бойым 1,69. Мынаны қараңыздар. Міне, мына жақта ертең мал ұстаса да міне қора қопсысы бар. Үй осындай әдемі. Есіктің алды мінекей цемент. Мына жерде мынандай жаздық үйі бар. Міне 1, 2, 3 бөлме. Анда қазан ошақ. Мінекей. Үй қоршалған толығымен. Үйдің еңсесі биік. Жаңада салынған баспана мінекей. Ал халықтың алған 50-ші баспанасы. Ырысты армияның 50-ші қуанышы. Жақсыны көрмекке деген кеттік. Мынау үйге кіре беріс жер. Бұл жерге кілем төселінді. Мінекей плафон, прихожка, мінекей үй тазалайтын шамсорғыш. Есіктің бар мынандай әппақ сапалы есік. Мына жақта туалет, душ, жуынатын жері. Мына жер теплый пол. Мына жер кухня. Кухняда мінекей холодильник, осы кухонный мебельді осы үйдің иелері тастап кеткен болатын. Микроволновка. Әдеттегідей Шымкенттен ыдыс сататын дүкен мінекей қайырымдылыққа бүткіл ыдыстарды берді, керек жарақтың бәрін. Мінекей 50 кило ұны, бір қойдың етін сойып, морозильникке қойып қойдық. Екінші қойды, қазір бешбармақ ашытып жатырмыз. Кірген бойда мына жерде ұлдардың бөлмесі. Мінекей әдемі обойы. Үйді осылай ремонтмен алдық. Тек қана кіші жігіттердің қиналғаны мына ауданда су қатып қалған екен. Онымен қоса сумен қатар батарейка да қатқан, соны жылтамай мына паровой полдың астынан жүрген екен, полды бұзып әбден қиналды, шынымды айтайыншы. Мінекей 2 ұлға төсек. Әдеттегідей қайыр қылсаң бүтін қыл деп мінекей жастығы бар, көрпе жапқысы, жамылатын көрпесі, мінекей постелі барлығы бар. Әдемі кілем, балалардың аяқ жылы жүрсін деп алармен қарай кеттік. Мына жақта қыздардың бөлмесі. Мінекей 3 қызға төсек, әдемі перде мінекей. Люстрасы бар. Балалы үйдің киімі көп қой деп, осындай 4 есікті үлкен биік шкаф қойдық. Әрмен қарай мына жерде бізде холл. Оңтүстікте көбінесе столға отырып емес, жер столда шай ішеді. Сондықтан мінекей мына жер холл, әрі теледидар қойып, телевизор көрсе де балалар сабағын оқыса да. Мына жерде мінекей әдемі пердесі. Өзіміздің үйімізге жасағандай қылып, мына жақтың кілемін мен мына жердің кілемі бірдей болсын, екеуі бір бөлме деп барынша тырыстық енді. 4 көрпеше бар бізде мінекей, 6 көрпеше, 2 жастығымен, жер стол, дастарханы, люстрасы, және де осындай қазіргі уақытта трендте жүрген осындай әдемі диван. Мына диван 4 метр, осы 4 метр ұзыннан ұзын болып жайылады. Мына жақта енді зал бізде. Мінекей залда Түркістаннан қайырымдылыққа келген сандап. Мінекей көрпешеміз, 6 деп қой, 4-еуін төсеттік, 2-еуі тұр, мінекей 2 жастығымен, 2 люстра, әдемі перде. Сол перденің үстіне сәйкестендіріп кілем алдық. Одан кейін міне 4 метр стол және де 16 орындық. Мінекей Samsung'тан смарт теледидар жап-жаңа. Және де киім шешіліп жүрмін. Мына жерде біздің ананың бөлмесі. Ананың бөлмесінде де осындай әдемі шкаф. Мынау сіздердің қайырымдылыққа берген осындай киімдеріңізді әдемі қылып іліп қойдық. Әдемі төсегі, жастығы мінекей. Әдеттегідей көрпесі, матрасы барлығы судай жап-жаңа. Әдемі перде, люстра мінекей. Әйел кісі ғой енді. Косметикаларын қойса да, уходын қойса да, алла бертіп. Үтігі, гладильный доскасы. Мінекей, мына жерде осы үйге келетін балалардың денеге арналған орамалдары, бетке арналған, қолға арналған мінекей. Мынау қайырымдылыққа бізге үнемі сөмке беріп жүретін апайымыздың осы үйдің балаларына, қыздарына берген сөмкелері. Өткенде жәлпетіп жылаған жерім ғой. Мына үйді қараңыздар.